Армысыздар, құрметті телекөрермендер, бұл жаңа кезең бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Арнур Шакерхан. Бүгін біз Көкшетау қаласында орналасқан кірпіш зауытында қонақтамыз. Солай болса, жұмысымен бірге танысайық, кеттік. Бұл еуропалық стандарттағы сыртқы қаптауға арналған және қарапайым кірпіштерді шығаруды қолға алған Қазақстандағы бірегей зауыт. Кәсіпорын құрылысы 2 кезеңнен тұрады. 2010 жылы іске қосылған зауытта 2020 жылға дейін жылына 30 миллион дана қаптама кірпіш өндірілсе, қазіргі таңда қосымша 30 миллион дана керамикалық кірпіштер әзірленеді. Зауыттың бас директоры Мырзабай Әбдіхалықов өз сөзінде кәсіпорынның қазіргі өндірістік қуаты жайлы ой қозғады. Қазақстанда ол кезде осындай кірпіш зауыттар болған жоқ, қаптамалы, облицовочный дейміз, сондай кірпіш шығаратын зауыт болған жоқ. Сосын үкіметтің бағдарламасымен осындай зауыт салынды осы жерде. 2010 жылы зауыт іске қосып, осы күнге дейін зауыт жұмыс істеп жатыр. Өндірістік қуаты 60 миллион, қазіргі уақытта сол 60 миллион, 61-62 миллион жылына сонда кірпіш шығарамыз. Ол енді бүкіл біздің жаңағы тауарымызды Қазақстанның барлық өңірлері алады. Жылына 60 миллион дана кірпіш өндіріп, Қазақстанның біраз бөлігін қамтып отыр. Айта кетейік, бұл жерде кірпіштің бірнеше түрі шығады, және де бұл жерден шыққан кірпіштен сапалы тұрғын үйлер бой көтеруде. Бүгінгі таңда өндіріс орнында 400-ге жуық адам еңбектенеді. Барлығы білікті әрі тәжірибелі мамандар. Олардың дені арнайы дайындықтан өтіп келген өз ісінің шеберлері. Университет қабырғасынан түлеп шыққан жастар да бар. Қазіргі күні мысалы бізде 247 жұмыс істейді осында. Енді міне қазір екінші зауытқа тоже 130-150-дей жұмысшы алып отырмыз. Сонда екеуін қосан 400-ге таяу жұмысшымыз бар қазіргі уақытта. Жобаның ерекшелігі мұнда испаниялық Solincer фирмасының желісі орнатылғандығында. Ол әлемде танылған кірпіш зауыттарының жабдықтарын шығарады. Өндірістік кәсіпорын түрлі түстегі кірпіштердің 60-тан астам түрін шығаруға және ірі форматтағы құрылыс кірпіштерін дайындайды. Өндіріс толығымен автоматтандырылған. Зауыт өндірген сапалы кірпіштер ыстыққа да, аязға да төзімді. Зауытта сазды шикізаттың үлкен қоры бар. Кірпіш өндіру процесі негізі 3 кезеңнен тұрады. Алдымен балшық өндіріліп, шикі құрам дайындалады. Кейін балшық кірпіш пішініне еніп кептіріледі және жоғары температурада күйдіріледі. Дайын болған шикізат зауытқа жеткізіліп, жан-жақты тексерістен өтеді. Ал толығырақ тәжірибелі маманның өзі түсіндірсін. Производство кирпича на нашем заводе, можно сказать, начинается с этого места. Это называется зона формовки. Кірпіш өндірісі қалыптау аймағынан басталады. Балшық араластырылады, вакуумға келеді. Мұнда үлкен қысыммен балшық бастырылады. Кейін шикізат кірпіш формасына енеді. Арнайы қондырғы оны кесіп, әрі қарай жібереді. Мұнда барлығы автоматтандырылған, және бұл процесті бір ғана адам бақылап отырады. Оның компьютерінде температура, қысым, ылғалдылығы сияқты ақпараттар көрсетіліп тұр. Келесі кезекте әбден ылғалданған кірпіш кептіріледі. Қазір осы бір кептіру бөлмесін толтырудамыз. Әзірге мұнда 2040 кірпіш жиналды. Материалдар 3 күн бойы кебеді. Құрылысшылар өнімнің сапасына еш мін айта алмайды. Жалпы зауыттың дайын өнімдер цехының іші жылы. Ондағы температура қысы жазы бір қалыпты. Айта кетейік, кірпіш дұрыс күйдірілмесе сәйкесінше сапасы да нашарлай түседі. Зауытта арнайы лабораториялар іске қосылған. Мұндағы мамандар арнайы қондырғылар арқылы кірпіштің сапасын аязға, ылғалға төзімділігін тексереді. Серік Жамбылов зауытқа алғаш келгенде қарапайым жұмысшы еді. Біліктілігін арттырудың нәтижесінде
нәтижесінде бүгінде автоматтандырылған құрылғыларды басқаратын оператор болып қызмет етеді. Біз үшін ең бастысы тұрақтылық және нәтижелі жұмыс дейді ол. Зауыт зертханасында кірпіштің сапасын тексеретін осы жігіт. Күнделік сынақтар бойынша, әр партия бойынша, әр кірпіштің форматы бойынша сынақтар өткіземіз және таблица бойынша, стандарт бойынша қандай марка, қандай сапа бойынша бәрін тексереміз. Түрлі түсі бойынша, су сіңіргіштігі бойынша, геометриялық параметрлар бойынша сынақтар әр күн әрі өткізіліп отырады. Сапасы тексеріледі. Өте жақсы кірпіш. Жоғары сапалы кірпіш болып табылады. Зауыттың жұмысын 1 секундқа да тоқтатуға болмайды. Сондай жағдай орын алса, өндірістік қуатымыз азайып қалады. Бар күшімізді салудамыз, дейді Дәурен Садуов. Здесь у нас находится пульт управления. Бұл жерде басқару пульті орналасқан. Өздеріңіз байқағандай, оператор компьютер арқылы пештің температурасын қадағалап тұрады. Өзім осы жерде кірпіш әзірлеу технологиясының сақталуын қадағалаймын. Барлық талаптар сақталған, кірпіш өте жақсы. Озық технологиялармен жабдықталған кәсіпорын компьютерлер арқылы басқарылады. В данный момент мы обжигаем при температуре максимальной 860 градусов. Дәл қазір біз кірпішті 860 градуста күйдірудеміз. Ал бұл жерде біз температурамен қоса қысымды да қадағалай аламыз. Өзіңіз көріп тұрғандай, осы арқылы барлық вентиляторларды басқарамыз. Қазақстан Республикасының индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің қызметкері компанияның жетістіктері туралы айтты. Оның айтуынша, кірпіш зауыты бүгінгі таңда алдыңғы қатардағы кәсіпорындардың біріне айналған. Продукция компании широко используется при строительстве социальных, гражданских и промышленных зданий и сооружений. Компания өнімдері көптеген салаларда тұрғын үй, әлеуметтік және өнеркәсіптік нысандарды салуда кеңінен қолданылады. Кәсіпорында еуропалық өндірістің заманауи жоғары технологиялық жабдықтары орнатылған. Өндірістік процестің барлық кезеңдері автоматтандырылған, компьютерлік техникамен басқарылады. Сонымен қатар, зауыт өзінің шикізат базасымен жабдықталған. Кәсіпорын түрлі реңктегі М15, М175 және М300 маркалы керамикалық бет кірпішін, сондай-ақ сапа мен қауіпсіздіктің барлық стандарттарына сәйкес келетін бірегей қатардағы кірпіш шығарады. Дәл қазір мен зауыттағы кірпіштерді кептіру бөлімшесіндемін. Өздеріңіз көріп тұрғандай, бұл NF1-4 кірпіші 48 сағат өткен соң қыздыру бөліміне апарылады. Кейін біз дайын кірпішті көре аламыз. Аз көрсетемін. Мінекей, 48 сағат өткеннен кейін осындай қатты кірпішті қолыма алып тұрмын. Зауыт жұмысшыларына жеңілдіктер де қарастырған. Мысалы, кәсіпорынның өз медициналық орталығы бар. Түскі астары, үйге апарып әкелетін көліктері де тегін. Осы жұмысшыларға жағдай бәрі жасалған. Бізге осы жұмысқа әкелу, апару үйлеріне бәрі біздің организация сол өзінің мойнында. Таңертең алып кетеді, кешке апарады, смена алмаған екен. Сосын түскі ас тамақтары тегін беріледі бізде. Және медициналық орталығымыз бар. Оларда мысалы күнделікті денсаулықтарын қарап, олардың күнде таңертеңгілік олардың жаңағы қан қысымын тексеріп, сондай жұмыстарды атқарады. Достар, сіздерді бүгін кірпіш зауытының жұмысымен таныстырдық, көңілдеріңізден шықты деген сенімдеміз. Сіздермен болған мен Арнұр Шакерхан, және де бұл жаңа кезең бағдарламасы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.